Фильм 90-шы жылдар шамасында Чилиде болған шынайы оқиғаға негізделген. Әскери режимнің соңғы жылдарында Сантьягодағы бір түрмеге көптеген наразылық білдірушілер қамалады. Полиция оларды террористер ретінде қарап, камераларға дөрекі түрде итеріп кіргізеді. Командир генерал Андраде тұтқындарға сабақ бергісі келетін қатыгез адам. Инспектор Бралио оларды жинап, бұдан былай қандай өмір сүретіндерін түсіндіреді. Олардың түрмеге қамалуы лаңкестікке қарсы заң аясында болғандықтан, олар тәулік бойы бақыланады, және егер қандайда бір үгіт насихат жүргізгендері анықталса, өлім жазасына кесіледі. Тұтқындар арасында Леон бастаған 5 наразылық білдіруші де бар. Олар бұл түрмеге қашу мақсатымен келген. Бүгін олардың камера таңдайтын күні және жоспарларын іске қоса бастайтын сәт. Леон тез арада екінші қабатқа жүгіріп барып, 50-ші нөмірлі камераны алмақшы болады. Жоспарға сәйкес, бұл камера төмендегі камерамен тікелей жалғасады, және туннель осы жерден басталуы тиіс. Алайда ол келгенде 50-ші нөмірлі камераның әлдеқашан бос еместігін көреді, амалсыз 51-ші нөмірлі камераны алады. Бұл жағдайда туннель бұрышпен қазылады, бірақ қазір топтың басқа да уайымдары бар. Тұтқындар жаңа өмірлеріне бейімделе бастайды, бірі кілем тоқиды, бірі тамақ дайындайды, бірі ән айтады. Сағаттық демалыс кезінде Леон, Рафаэль және Герман жоспарды талқылайды. Леон сәулетші әрі осы миссияның бас миы. Ол түрме қабырғасынан бірнеше метр жерде пальма ағаштармен қоршалған Мапочо өзені бар екенін біледі. Туннельдің ұзындығы олардың қадамдарына байланысты есептеледі. Әр екі қадам шамамен 5 фут болса, онда туннель шамамен 70 метрге жуық болады. Мұндай ұзындықтағы туннельді қазу үшін 60 тоннадай топырақты шығару керек. Бірақ ең үлкен сұрақ, сол топырақты күзетшілер байқамайтындай қайда тығу керек? Жоспарды талқылап жатқанда, Пауло есімді тұтқын оларды сырттай бақылайды. Кейін ол Рафаэльге келіп, не істеп жатқандарына қатысқысы келетінін айтады. Үшеуі оған сеніп, оны да топқа қосады. Келесі көріністе олар жер қабатындағы камерада болады. Туннель дәл осы жерден басталуы тиіс. Олар қабырғадан тесік жасап, шыққан қалдықтан блок құрастырады. Осылайша, жұмыс істемей жатқанда сол блокпен тесікті жауып қоя алады. Содан кейін Леон бірнеше тонна топырақты жасыратын орынды іздейді. Бұл жайлы гитарист естіп қалып, оған бұрауыш ұсынады. Осыдан кейін ол да жоспарға қосылады. Бұрауышты пайдаланып, Леон келесі күндері төбеден шаршы тесік жасауға тырысады. Шудан сақтану үшін гитарист сыртта ән айтып, соққы дыбысын жасырады. Соңғы соққыдан кейін екі цемент блок төбеден құлап, бүкіл жерге шашылады. Леон тез арада басқалардан жұмыртқа мен әк алып келуді сұрайды. Оларды араластырып, тесікті жабатын көрініс жасайтын қоспа жасайды. Топ тапсырмаларды бөлісіп, іске кіріседі. Дәл осы кезде гитарист күзетшілер кенеттен тексеру жүргізгелі жатқанын білдіретін ән айтады. Леон тесікті тексеріп, шатырдың ішкі кеңістігіне кез келген мөлшердегі топырақты тығып қоюға болатынына көзі жетеді. Ол блокты дер кезінде жасап, оны бір әйелдің постермен жауып қояды. Күзетшілер келгенде, олар постерлерге онша мән бермейді. Бір күзетші оны алып тастамақшы болады, бірақ бойжеткеннің үстінде тым көп киім бар екен деп райынан қайтады. Тұтқындар түрмеге келгеніне 34 күн өтті. Бүгін келушілер күні. Туыстары олармен кездесуге келе алады. Рафаэль әйелімен кездесіп, балалары келмегені үшін ренжісіп қалады. Кездесуден кейін топ күзетшілер көрсе де күдік тудырмайтын жаңа, сапалы блок жасай бастайды. Олар мұны іші қуыс ағаш жәшікке цемент құю арқылы жасайды. Блок дайын болған соң, олар туннель басталатын қабырғаны балғамен ұра бастайды. Камера цемент қалдықтарына толған сәтте инспектор келе жатқаны хабарланады. Олар шұғыл түрде тазалап, жай ғана жұмыс істеп жатқандай кейіп танытады. Абырой болғанда, күзетші бөлмені мұқият тексермей өтіп кетеді. Қауіпсіздік үшін Леон радио қосып қойып, қабырғаны ұруды жалғастырады. Тесік жеткілікті болған кезде, олар блокты ішке орналастырып, көзге көрінбейтіндей етіп бекітеді. Қалған цемент қалдықтары сөмкеге салынып, 51-ші нөмірлі камераға жеткізіледі. Леон оны төбедегі шатырға тығып қояды. Күзетшілер ол жерді тексермей. Бұл бірнеше күн қатарынан қайталанады. Гитарист әрдайым камераның сыртында бақылап тұрады. Қалған төртеуі кезекпен туннель қазады. Топырақ қалдықтары әртүрлі күндері әртүрлі сөмкелерге салынып, жоғарғы қабатқа жеткізіліп, шатырға тасталады. Содан кейін цемент блоктармен тесіктер жабылып, жасырылады. Топ өздерін күдік тудырмайтындай етіп қоғаммен араласып жүреді. Алайда Оскар есімді зерек тұтқын олардың күнделікті әрекеттерінде бір түрлі заңдылық бар екенін байқап қалады. 77-ші күні Леон туннельдің қазіргі ұзындығын өлшейді. Ол өте қысқа екенін көріп, көңілі қалады. Бұл қарқынмен жүре берсе, бірнеше жыл кетеді. Ал бұл күзетшілердің оларды әшкерелеу мүмкіндігін арттырады. Леон топтың жұмыс күшінің жетіспейтінін түсінеді. Сол күні Герман күнделікті топырақты жоғарғы қабатқа апару міндетін орындайды. Алайда бұл жолы күзетші тоқтатып, сөмкенің ішін көрсетуді талап етеді. Герман қобалжып сөмкені ашады. Бірақ топырақ сөмкенің төменгі бөлігінде, ал үстіне жеке заттарын қойып жасырған. Күзетші Германға кеңсеге келуді бұйырады,
ал ол сөмкені орнына қойып, бұйрыққа бағынады. Кеңсеге жеткенде, күзетші оған ақшаға жалаңаш әйелдердің журналдарын ұсынады. Леон жеңілдеп демалып, бұл кездесудің басқа бір жайтқа қатысты болмағанына қуанады. Келесі көріністе үшеуі туннель қазуды жалғастырады. Ал радио арқылы жаңалықтарды тыңдап отырады. Олар Чили халқы диктаторды толықтай құлатқанын және елде демократия орнағанын естиді. Бұл олар үшін жаман жаңалық еді, өйткені олар демократияға сенбейді. Бұл жаңалық керісінше оларды тезірек қашуға ынталандырады, өйткені сыртқа шығып, бәрін өз қолдарына алғылары келеді. Өздерінің жетекшісі үмітін үзбей тұрғанда. 86-шы күні Леон өлім жазасына кесілген тұтқындарды жинайды. Ол оларға туннельдің қалай қазылып жатқанын көрсетіп, жоспардың барлық егжей-тегжейін түсіндіреді. Олар бірден көмектесуге шешім қабылдап, топқа қосылады. Түнде жұмыс істеу шудың әсерінен мүмкін емес болғандықтан, олар күндіз әр адамға 2 сағаттық кезекпен жұмыс істеуді бастайды. Ұсталмау үшін ең ұсақ сақтық шараларын қолданады. Мысалы, әр ауысымнан кейін қолдары мен денелеріндегі балшықты жуып тастайды. Бірнеше адам әрдайым күзетшілер мен күмән туғызуы мүмкін кез келген адамға көз салып сыртта жүреді. Олар сонымен қатар бірінші қабат пен жер қабатының арасында қосымша тесік жасайды. Бұл топырақты баспалдақпен тасымалдаудан әлдеқайда қауіпсіз. Осының нәтижесінде жұмыстар қарқындай түседі, ал еркіндік жақындай түскендей болады. Бүкіл үдеріс бойы топ түрмедегі басқа тұтқындармен қарым-қатынасты үзбейді. Олар үзіліс кезінде ойнап, теледидар қарап, барынша күдік тудырмауға тырысады. Футбол матчының бірінде Оскар Рафаэльге олардың не істеп жатқанын білетінін айтады. Ол да топқа қосылғысы келеді. Бірақ ол өзінің адамдарын сатып кеткені үшін түрмеде отыр деген қауесет бар. Соған қарамастан, Леон оған мүмкіндік беріп, миссияға қосады. Келесі көріністе Герман Рафаэльге егер олар мінсіз туннель жасаса да, сырттан көмек болмаса, бәрібір қашып құтыла алмайтындарын айтады. Олардың саяси серіктерінің кейбірі әлі де сыртта. Егер тұтқындар оларға хабар жібере алса, олар міндетті түрде көмектесер еді. 182-ші күні Рафаэльдің әйелі келушілер күніне орай түрмеге келеді. Ол оған жоспарларын айтып, бұл жайлы партияға хабарлауын сұрайды. Әйелі бұл жайлы ұзақ ойға қалады. Тіпті кездесу аяқталған соңда. Сөйтіп, 205-ші күн келеді. Жұмыс әдеттегідей жалғасып жатыр. Ал гитарист туннельдің ішінде. Кенеттен бүкіл полиция жасағы тосын тексеру үшін келеді. Леон барлығын тез ескертіп шығады. Бірақ бүкіл қоқысты жинап, гитаристі сыртқа шығару үшін кемінде 10 минут керек. Кейбіреулері оған көмектессе, өзгелері полицияны тоқтатуға шығады. Рафаэль оларды балағаттап, екі тарап арасында төбелес бастайды. Осы арада гитаристің туннельден шығып, тесікті жауып үлгеруіне уақыт жетеді. Ол есікті ашқанда, полиция тұтқындарды жеңіп, бәрін жерге жатқызып қойған еді. Командир Андраде оларды киімсіз күйінде күннің астында тұрғызып қояды. Күнге жалаңаш күйу жазадан гөрі мазақ сияқты. Басқа бір жерде Рафаэльдің әйелі партия штабына барып көмек сұрайды. Бірақ олардан партияның өз мәселелері жетіп артылады. Сондықтан көмектесе алмаймыз деген жауап алады. Алайда ол үмітін үзбейді және жақсырақ жоспар ойлап табады. Ол шіркеуге барып, Леонның әкесін, Германның әйелін және Рафаэльдің бұрынғы серігін жолықтырады. Үшеуі де жігіттерге сырттан қолдау көрсетуге келіседі. Көрініс 392-ші күнге ауысады. Бір адам туннель ішінде жұмыс істеп жатқанда, кенет есінен танып қалады. Бақытына орай, оның досы оны дереу сыртқа сүйреп шығарады. Қазір туннель терең қазылып біткен. Сондықтан ішінде оттегі жетіспеушілігі сезіледі. Бұл мәселені шешу үшін олар топқа ағаш шеберін қосады. Ол туннельдің ең түкпірлеріне ауа жеткізе алатын түтік пен желдеткіш тәрізді құрылғы жасайды. Содан кейін біз қу және айлакер адам Биготимен танысамыз. Оны командир шақырып алып, оған бір қорап темекі береді. Ал айырбас ретінде командир әрбір тұтқынның немен айналысып жатқанын білгісі келеді. Сол күні кешке Рафаэль туннельдің түрме шекарасынан өтіп кеткенін байқайды. Ол жерде жерге тесік жасап, қызғылт түсті сұйықтықты сыртқа итереді. Бұл сұйықтықты Рафаэльге көмектесіп жүрген оның сыбайласы байқап қалады. Келесі келушілер күнде Леонның әкесі түрмеге келіп, туннельдің соңғы нүктесіне жету үшін әлі 40 метр қазу қажет екенін айтады. 558-ші күні қалада жер сілкінісі болады. Сол сәтте сыртта жүрген Леон туннель ішіндегі адамды құтқару үшін бірден ішке жүгіріп кіреді. Бақытымызға орай ешкім жарақат алмайды, ал туннельде құламайды. Осы айлар ішінде Леон арбада отырған бір тұтқынмен достасып кеткен. Ол оған қашу жоспары жайлы айтып, оған да қосылуды ұсынады. Алайда әлгі адам өмірден үмітін үзген, әрі туннельмен еңбектеп өте алмайтынын біледі. Сондықтан бас тартады. Содан соң, көп айға созылған жоспардың соңғы кезеңін іске асыратын күн келеді. Барлық тұтқындар түнгі теледидарлық бағдарламаны көру үшін теледидар бөлмесінде жиналған. Бірақ бірінен соң бірі орнынан тұрып, кетіп отырады. Бағдарлама қызықсыз болғандықтан, ешкім бұған мән бермейді. Леон туннельдің кіреберісінде тұрып, барлық тұтқындардың келген-келмегенін тексеріп тұрады. Барлығы 50 адам. Сондықтан олар бір-біріне кім бірінші, кім кейін өтетініне сенуі тиіс. Осы уақытта Биготе тұтқындардың жетіспей жатқанын байқап, арттарынан тексеруге барады. Арбадағы жігіт оны тоқтатуға тырысады.
бірақ ол итеріп жібере. Биготи камераға жеткенде, барлық адам туннельге кіріп үлгерген, тек Оскар ғана қалып қойған. Биготи бұл туралы күзетшілерге айтуға ұмтылады, бірақ Оскар оны ұстап қалады. Ол оны бұрауышпен жаралайды, бірақ соған қарамастан Биготині есінен тандырғанша ұрады. Алайда алған жарасы Оскардың басқалармен бірге туннель арқылы кетуіне кедергі болады. Қалған 49 адам туннель ішінде қатар түзеп, сырт жақтан өз адамдардың оны ашуын күтеді. Рафаэльдің досы сыртқы жағын ашады, және олар бірінен соң бірі сыртқа шыға бастайды. Рафаэльдің әйелі олардың әрқайсысына киім ауыстыруға арналған киім дайындап қойған. Киімдерін ауыстырған соң, олар өзеннің маңында жасырынып жатады. Кейін автобус келгенде соған мініп кетеді. Бірақ Герман Оскар туралы алаңдайды. Ол автобус тоқтағанын сұрап, оны іздеуге кетеді. Не ақымақтық десеңші. Ал осы кезде түрмеде қалған басқа қылмыскерлер туннельді тауып алып, ішіне кіреді. Полицияның қосымша күштері келіп, қалған тұтқындарды ұстап алады. Автобуста сиренаның дауысы естілген соң, олар Герман мен Оскарсыз кетуге шешім қабылдайды. Бірнеше секундтан соң Герман келіп, Оскардың туннельден шықпағанын айтады. Оны қайта іздеуге орала алмайтын болғандықтан, олар әрі қарай жүріп кетеді. Сонымен қатар, кейбір басқа тұтқындар да қашып үлгереді, бірақ көбі туннельден сүйретіліп шығарылады. Біз Оскарды түрмеде жылап, тағдырына налып отырғанын көреміз. Командир бұл жаңалықты естіп, есінен тана жаздайды. Автобуста барлық қашқындарға ақша мен жалған жеке куәліктер беріледі. Одан кейін оларды басқа қаланың түрлі аймақтарына 3 адамнан бөліп тастайды. Соңында Леон Рафаэльмен қоштасып, өмірінің жаңа тарауын бастау үшін кетіп қалады. Осылайша 1990 жылы 18 ай бойы қазылған туннель арқылы 49 тұтқын күзеті мықты түрмеден қашып шыққан болатын.